Баяғы өткен заманда бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Жалғыз сиырдың сүті олардың қорегі болыпты. Сондықтан сиырдың бұзауы сүтке жарымай өле беріпті. Кемпір, ашықсақ ашығайық, бір жылға бір нәрсе етіп шыдармыз. Енді сиырды саумай-ақ қойшы, сүтін бұзауы емсін. Жарайды, саумасам саумайын, бұзауы уызға жарысын. 3 күннен соң сиыр еркек бұзау туады. Бұған қуанған олар қанша тарықса да, ашықса да сиырды саумай, барлық сүтін бұзауға береді. Енесінің бар сүтін бір өзі еміп өскен бұзау үлкен өгіз болып шығады. Күндердің бір күнінде ол өзінің семіздігіне масаттанады. Осындай зор, сұлу денеммен мына бір жаман сиырлардың ішінде жайылып жүргенім лайықсыз екен. Түйелерге барып қосылғаным дұрыс шығар, деп ойланады өгіз. Өзін ерекше зор сезініп жүрген ол барынша ақ түйе болуға тырысып бағады. Олардың жеген шөбін жейді, алыс шөлге кетіп, сортаң жалайды. Ақырында шөлден қатып, іші ауырып, шыдай алмайды. Әбден өлетін болдым, жылқыларға барайын. Олар түйеден кішірек қой, азабы да жеңілірек болар. Жылқылар ішінде жүргенде оған жайсыз болады. Соларға ілесіп, қатарларынан қалмай шауып жүремін деп әбден шаршайды. Бір күні қасқыр тиіп, жылқылар дүркірей қашады. Бұл ілесе алмай айдалада қалып қояды. Жылқылар қашып кетеді де өгіз қора қасқырдың қоршауында қалады. Мө! Құтқарыңдар мені! Құтқарыңдар! Мө! Кім бар маңайда? Мө! Өңірейді өгіз. Бұл не айқай? Құлақ түріңдерші. Таныс дауыс сияқты. Қайдан шыққан дауыс? Жүріңдер, жота асып қарайық, дейді сиырлар. Табын сиыр жотаға шықса, сол баяғы өздерін менсінбей, жылқыларға барып қосылған өгіз қасқырлардың қоршауында қалған екен. Олар өгіздің жаман қылығына ешбір кек сақтамастан, өгізді қасқырлардан құтқарып алады. Мен сендерді ренжіттім, өз туыстарымнан бөлініп кеттім. Ақылсыздығымнан осындай жағдайға тап болдым. Тату болған туыстарыммен бірге жүрген қандай жақсы. Бөлінгенді бөрі жейді деген осы екен. Кешіріңдер мені, мө, деп кешірім сұрапты өгіз. Балалар, менің каналымды қолдап, лайк басып, комментарий жазып, достық жіберуді ұмытпаңыздар. Мен де тағы сендерге қызықты ертегілерді оқуға тырысамын.